Егер еркек ер болса, әйел әйел болады. Жақсы әйел ырыс, жаман әйел ұрыс. Жақсы әйел теңі жоқ жолдас, түбі жоқ сырлас. Алтын отпен, әйел алтынмен, еркек әйелмен сыналады. Егер әйелдің не ойлайтынын білгіңіз келсе, оған қараңыз, бірақ тыңдамаңыз. Жаман әйел төсегінен белгілі. Әйел қанша сұлу болса, сонша адал болу керек. Өйткені оның сұлулықтан көрер кесірін адалдық қана жеңе алады. Біздің жерімізде еркек діңгек, әйел гүл. Діңгек жапырақсыз, гүлсіз, қазақша айтқанда қу бас деген сөз. Әйел құнарлы топырақ, онда адамзат дәні өсіп, жетіледі. Біз сол дәннің жемісіміз. Әйелсіз адамзат жемісі ешқашанда болмайды. Әйелдің сайқалы бірді ғана арбайды. Әдебиет сайқалының мыңға зиян тиеді. Әйел ашуланса жеңіледі, еркелесе жеңеді. Ерте заманда қазақ ішінде қылмыс жасаған әйел заты үшін жазаның ең үлкені оның бұрымын кесу болған екен. Совет үкіметі орнағалы бері әйелдер өзін-өзі жазалап келе жатыр. Әйел 40-қа келгенше өңін бермесе қасиет, еркек 40-қа келгенше есі кірмесе қасірет. Ұсқынсыз әйел болмайды, еріншек әйел болады. Әйел болмаса еркек есінен, еркек болмаса әйел ажарынан айырылады. Әйелге әмірін жүргізе білген мемлекетті де басқара алады. Жер бетіндегі ең нәзік дүние әйелдің махаббаты. Бір қателік, жағымсыз сөз, қату қабақ бітті. Сезімнің күлі көкке ұшқаны. Қазақ әйелі аз ғана жәрдем бергеніңді ұмытпайды, тезірек еселеп қайтаруға тырысады. Қоғамның әйелдер секілді бір ғана құқығы бар, ол басқарылуға бейім болу. Әйелдер көне грек идеалына әлдеқашан жетті, еркектер жоқ. Жер жүзінде қазақ әйелдерінен басқа бір әйел құдайын қарғай алмайды. Әйелдің ақылы көркінде, еркектің көркі ақылында. Әйелдің естілігі жеңсе, сұлулығы да арта түседі. Жоқ, ауырсыз жеңіл жоқ. Бейнетің қатты болса, татқаның тәтті болар. Бейнет түбі зейнет. Еңбек етсең, емерсің. Қолы қимылдағанның аузы қимылдар. Еңбегіне қарай өнбегі. Еңбек ширатады, өмір үйретеді. Еңбек пен бақыт егіз. Еңбекқор ұйқыдан ширап тұрады, еріншек ұйқыдан қирап тұрады. Кедейлік кетсін десең еңбек ет, молшылық жетсін десең еңбек ет. Бір еңбектің бір рахаты бар. Ерінген екі істейді. Қалған іске қар жауар. Еңбек ырыстың бұлағы, еңбек бақыттың шырағы. Шапқан озар, жатқан тозар. Еңбектің нан тәтті, жалқаудың жаны тәтті.
Еңбек адамды бүтіндейді, жалқаулық адамды түтіп жейді. Кедейлік жаны тәтті жалқауға үйір, еңбек ете білмейтін аңқауға үйір. Жалқаудың жұмысы өнбейді, жаяудың жүрісі өнбейді. Маңдайы терлемегеннің қазаны қайнамайды. Ақымақ күлкіге тоймайды, жалқау ұйқыға тоймайды. Еріншектің егіні піспес. Аттың сүріншегі, жігіттің еріншегі жаман. Еріншекке есік пен төр, 2 күндік жер. Жұртқа әділ би пайдалы, көпке сүйенген, көп сөзін тыңдаған, билігін орнына жұмсайтын, арам жемейтін, іс білетін, ел мүддесін ашық қорғай алатын болыс пайдалы. Аз адам атқа міндім деп қасқыр болып жұртқа шапса, мұндай жұртта береке қайдан болсын? Біздің жұрт бостандық, теңдік, құрдастық, саясат ісін ұғынбаса, тарих жолында тезек теріп қалады. Бақыт пен махаббаттан тысқары болады. Бұл екеуі жоқ жұртқа тіршілік неге керек? Қазақ сайлауы жұртқа келген бір жұт. Сайлау жылы мал бағусыз, егін салусыз, пішен шабусыз қалады. Бірліктен айырылған ел қаңғып қалады. Ұлтына, жұртына қызмет ету білімнен емес, мінезден. Европа мәдениеттімін деп мақтанғанымен, мәдениеті өнерде ғана, ал мінезі хайуандық сапарынан қайтқан жоқ. Жұрт әділ болмай, жұрт ісі оңға баспайды. Тірі болсам, хан баласында қазақтың хақысы бар еді, қазаққа қызмет қылмай қоймаймын. Елдің тұрмысын, тілін, мінезін білмеген кісі көш басында алып жүре алмайды. Ұлттың жоғын ұйықтап жүріп емес, ояу жүріп іздеу керек. Қазақ-ау, түзуің бірігіп жұрт үшін қам ойлайтын кез келген жоқ па? Болғаннан қашпа, болмағанға саспа. Ақылды сөз қылмақ қиын, ақылды сөзді ақылды іс қылмақ одан да қиын. Ақылға саңыраулық та айып. Нағыз түрік затты халықтың тілі біздің қазақта. Білім біліммен, мінез мінезбен. Көп оқыса, зейінді болса, білімді болмақ. Ал мінезі жақсы бола ма, әлде жаман бола ма, мұны Құдай біледі. Қазақтың оқыған азаматтары, қазаққа осындайда қызмет етпегенде қашан қызмет етіп пайдамызды тигіземіз? Жапонда кісі қажетіне жаратылмаған алақандай жер жоқ. Онда мұндай ыждахатты жанкештілік болмаса аштан өлесің.
Австралия қойының еті 4 ай мұхитта кемемен жүріп келіп Петербург базарында сатылады. Малы көшіп жүр, адамы қала болып отыр. Шыңғыс хан дүниені алды, артында түк белгі қалған жоқ. Ақсақ Темір дүниені алмаса да, артында Самарқанд, мешіт, медреседей белгі қалды. Шыңғыс көшпелі, Ақсақ Темір отырықшы. Жер дауы, тәмам 5 миллион қазақ дауы. Түзу қалам қисайған, өткір қалам мүжілген заман. Өзіне өзі қасқырша шауып отырған жұртта оқу өнер болмайды. Адам қызметіне кіріспей, қазына тумайды. Көзі соқырдан, көңілі соқыр жаман. Ақшамен шешілетін мәселе емес, ол шығын. Көп тыңдап, аз сөйлеу үшін Құдай адамға 2 құлақ және 1 ауыз берді. Ақша жоқтығына бәрі шағымданады, бірақ ақылым жоқ деп ешкім шағым айтпайды. Егер алтын мен кітапты түсіріп алсаң, бірінші кітапты көтер. Әйелдер аз сөйлегенде, еркектер көп жұмыс істейтін еді. Білім көп орын алмайды. Ақшасыз молаға да апармайды. Оттан сақ бол, бірақ суға да сенбе. Даналықсыз әділдік жоқ. Қарыз арқылы байымайсың. Қай жерде сөз көп, сол жерде шындық жоғалады. Ақша ақшамен жасалады. Ақша өзін санағанды жақсы көреді. Балалар мен ақымақтар шындықты айтады. Жақсылық ұзақ есте қалады, ал жамандық одан да ұзақ. Жастықта алған білім қартайғандағы даналық. Кім көп ойланса, сол аз сөйлейді. Кім өзіне жұмыс жасамаса, біреуге жұмыс жасайды. Үйрету арқылы өзің үйренесің. Жартылай шындық бұл толығымен өтірік. Бүгін істе, ертең демал. Ақылдыдан сұрама, білетіннен сұра. Өтірікші болғаннан білмеймін деген дұрыстау. Ең жақсы мектеп өмір мектебі. Сен жаудан қашсаң, өмір сенен қашады. Өмірдің мәніне айналаңа қызмет етіп, көмек көрсету. Егер өмір туралы аз білсек, сонда өлім туралы біз не білеміз? Ақшаға сатып алуға болатын нәрселер өмірдің кереметтері емес. Өмірде өтіріктің 3 түрі бар. Жай өтірік, өзіңді бақырайтып қойып айтылатын бетсіздердің өтірігі және статистика.
Адам дүние есігін анадан туған кезде бір-ақ рет ашпайды. Өмір адамды қайта-қайта жаңадан туылуға мәжбүрлейді. Өмір ешқашан шешуі табылмас жұмбақ, ешкім шығара алмас қиын есеп. Өмір сүрудің екі заңын білген адам бақытты болар. Бірі не болса соны жей бермей, азығына талғаммен қарайтын жан, бірі кім болса сонымен дос болмай, айналасындағы достарын жөнімен таңдай білетін адам. Мен соңғы 33 жылымда таңертең айнаға қарап өзіме былай деп сұрақ қоямын. Егер бүгін менің өмірімнің соңғы күні болса, бүгінгі ойлаған жоспарымды іске асыра аламын ба? Өмір ұзақтығымен өлшенбейді, мазмұнымен өлшенеді. Егер дұрыс пайдалана білсеңіз, өмір ол айтарлықтай ұзаққа созылатын нәрсе. Адамның негізгі міндеті күнелту емес, өмір сүру. Өмір деген осы, бүгін бар, ертең жоқсың. Сен кетті екен деп өмір өзінің ағысын өзгертпейді. Адам керуен, өмір жол. Ақша қымбат, адам өмірі одан да қымбат, ал уақыт бәрінен қымбат. Өмір қимыл қозғалысты талап етеді. Өмірім халқымдікі, өлімім ғана өзімдікі. Ең қиыны бастау, қалғаны табандылыққа байланысты. 80% жетістік бұл қажет уақытта, қажет жерде болу. Менің сөздігімде мүмкін емес деген сөз жоқ. Сіз күніңізді басқарасыз, немесе күн сізді басқарады. Өміріңдегі екі маңызды күн ол өмірге келген күнің және өмірге не үшін келгеніңді түсінген күнің. Сыналмаудың бір ғана жолы бар. Ештеңе жасамаңыз, ештеңе айтпаңыз. 7 рет құла, 8 рет тұр. Барлығында әдемілік бар, бірақ оны бәрі көре алмайды. Бәрі адамзатты өзгерткісі келеді, бірақ ешкім өзін өзгерткісі келмейді. Ағаш отырғызуға ең жақсы уақыт 20 жыл бұрын болған. Келесі уақыт ол бүгін. Ештеңе істемеген адам ғана қателік жасамайды. Сен неге сенсең, сол боласың. Тез үйренудің 3 жолы бар. 7 жасқа дейін, тренингтерде, немесе өмір тығырыққа тіреген кезде. Не жақсы бірдеңе жаз, немесе жазуға тұрарлық бірдеңе істе. Бірдеңені жақсы істеудің жолы, оны жақсы көру. Сәтсіздік жалғыз келмейді, жетістік те солай. Ең қиын жолды таңдаңыз, сонда бәсекелестерді көрмейсіз. Сәтсіздік жаңадан бастауға берілген мүмкіндік. Өнер алды қызыл тіл.
Өнерлі өрге жүзеді. Сөз өнері өлеңде, қол өнері кілемде. Өнер ағып жатқан бұлақ, ғылым жанып тұрған шырақ. Жігітке 70 өнерде аз. Тіл тас жарады, тас жармаса бас жарады. Шебердің қолы ортақ, шешеннің тілі ортақ. Тіл тиексіз. Сөз тапқанға қолқа жоқ. Көп сөз күміс, аз сөз алтын. Шешеннің сөзі мерген, шебердің көзі мерген. Ойнап сөйлесең де, ойлап сөйле. Сөз сүйектен өтеді, таяқ еттен өтеді. Жақсы сөз жарым ырыс. Орынсыз сөз орға жығады. Ақынның тілі қылыштан өткір, қылдан нәзік. Адам тілінен, ат аяғынан жазады. Жақсының өзі өлсе де сөз өлмейді. Айтылған сөз, атылған оқ. Тіс тілдің қамалы. Өнер көзі халықта. Тігіншіні инесі асырамайды. Ұстаның бізді сүйкімді, жақсының сөзі сүйкімді. Астыңда дөненің болғанша, қолыңда өнерің болсын. Өнерлі бала елдің көркі, үкілі қамыс көлдің көркі. Жеті жұрттың тілін біл, жеті түрлі білім біл. Кісінің кісілігі киімінде емес, білімінде. Шам шырағы төбіне түспейді. Киіміне қарап қарсы алады, біліміне қарап шығарып салады. Түйедей бойың болғанша, түймедей ойың болсын. Көп сөйлеген білімді емес, дөп сөйлеген білімді. Ердің атын аты шығарар, ғалымның атын хаты шығарар. Білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады. Күш білімде, білім кітапта. Қына тасқа бітеді, білім басқа бітеді. Көп оқыған білмейді, көп тоқыған біледі. Білімі жоқ ұл, жұпары жоқ гүл.